әке шешенің жақсылығы болса, әке сен егер әке болған адам немесе болайын деп жатқан адам саған өзің дұрыстығың болатын болса, сол дұрыстығыңның белгілерінің бірі келешекте болатын балаңа дұрыс ана таңдауын. Дұрыс ана не? Таңдауын. Егер сол ана дұрыс болмаса, баланың дұрыстығы қиын болады. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Ад-дүния мата". Дүниенің барлығы бір мата дейді. Яғни әр түрлі көңілге сай келетін, сай келмейтін нәрселер. Бірақ хайру матаиха, сол маталардың ішіндегі ең жақсысы деп жатыр әл-мар'ату салиха. Жақсылықта болған әйел. Наби саллаллаху алейхи ва саллам біз білеміз, әйел кісі 4 себептен ізделеді және некеге талап етіледі. Солай ма? Біріншісі не еді? Енді оны бәріміз жаттасақ керек енді оны, бірақ амал керек те оған. Біріншісі не еді? Сұлулығы. Жігіттердің ең іздейтін нәрсесі сол. Сұлулы болу керек. Бойы мынанша метрді, мынанша сантиметр, шашы қара қызылдай болу керек, мойны мынандай болу керек, құлағы мынандай болу керек. Аллаху акбар. Демек талап етіледі деген сол нәрсе. Солай ма? Екіншісі байлығы. Бай болса жақсы, әкесі бай болса одан да жақсы. Өзі бай болса одан да жақсы, Үшіншісі нәсәбі біздің рудан болу керек. Немесе қожа болу керек, ақсүйек болу керек. Сондай болу керек. Шапырашты болу керек. Шапырашты бола ма, басқа бола ма, әл-мұхим. Бір ұруды жеке айтпай қойсалайық енді. Бәріміз соған қайтамыз. Әл-мұхим бұл соны іздейді біреулер. Төртіншісі кім? Дін иесі болған. Солай ма? Наби саллаллаху алейхи ва саллам бәрін айтты. Одан басқа жоқ өзі. Кімді алу керек екен солардың ішінден? Наби саллаллаху алейхи ва саллам не деді? Фадфар бидати дини тарибат ядак. Тарибат ядак деген қолың құрып қалсын деген. Ешбір жақсылыққа жете алмай қал деген мағына. Яғни бұл бір ескерту мағынада айтылған нәрсе. Сен дін иесімен қуан деп жатыр. Егер дін иесі болуыменен сұлулық иесі болса, мал иесі болса, сенің таңдаған ұруыңдан болса, бұл нүр үстінде бірнеше нүрлер болып жатыр бұл жерде. Бірақ ол сұлуда діні жоқ. Немесе діні зайыф. Солай ма жоқ па? Оның терісі туыр солай. Әйел кісі де сол нәрсе талап етіледі. Яғни бұл жерде еркектер айтылады, себебі еркектер талап етеді. Сол үшін хатиб деп айтады. Хатаба, яғни талап етуші. Әйелдер көбінесе не болады? Жасырын үйде отырады. Оларды талап етіп келеді. Интернетке кіріп күйеу іздемейді олар. Олар үйде отырады. Жақсы қыз болса, есікті ақылдатып келеді адамдар. Рызқың болмаса, жазылмайды. Кемпір болып жазылған болса, өтесің солай. Солай ма? Олардың не дейді? Мақтуба дейді. Мақтуба деген не ол? Ізделетін деген ол. Делетін қымбат тас болсан, о жердің пәлен жерінен болса да қазып алады. Теңіздің астына кім кіреді, кім түседі? Не деп айтады? Ғауаса деп айтылады араб тілінде. Не деп айтады? Судың астына түсетіндер? Водолаз дей ма, не дейді? Солар, о судың астына кіреді, солай ма? Не іздейді о жерден? Қымбат кауһар тасын іздейді, солай ма жоқ па? Ол себеп үстінде жоқ та. Көшеде жүргенде жоқ ондай қыздар. Көшеде жүрмейді кауһар тасы, солай ма жоқ па? О үйде отырады ол. Кауһар тас іздеген адам теңіздің астына кірсін. О таулардың үңгірлерінен алтын іздесін. Ол картоп ексең алтын болып шығып кете берсе, ол болмайды ғой. Фадфар бидати дин деп жатыр. Дін иесіменен қуан деп жатыр. Соған ие бол деп жатыр. Себебі бұл сұлулық, байлық, абырой, бұның барлығы бүгін бар болса, ертең кетіп қалады. Қыздың байлығы үшін алсаң, ертең әкесі банкрот болып қалса, ол қыз саған жаман көрінеді солай. Сұлулығы үшін алсаң, ол 5-6 жылда өтіп кетеді ол. 2 рет, 3 рет босанса, болды, бітті. Солай ма жоқ па? Оны қыз бала демей, қатын деп тиісесің оған. Қатын болдың, анаусың, мынаусың деп,
Соны қатын қылған сен ғой өзіне. Өзіне өзі қатын болып қалмады. Кетті ма сұлулығы? Кетті. Абырой да сондай нәрсе. Қолдың кірі да, бір жусан кетеді. Абайлап жүрмесең, кет қалады бірден. Солай ма жоқ па? Бірақ діні болса шоны. Діні болса, дүние ақыретті гүлдететін сол әйел. Дүние ақыретіңді гүлдететін сол әйел. Наби саллаллаху алейхи ва саллам әйелдің жақсы туралы айтқанда, оған қарағанда қуанасың. Не үшін қуанасың? Раббисінің амырын орындаса, сенің әміріңді орындаса, әке-шешеңді құрмет қылса, намаздарын өз уақытында орындаса, сен кіргізбе дегенде үйге кіргізбе, барма деген жерге бармаса, көзің көрсең қуанасың да ол қап-қара болса. Не үшін қуандырып жатыр ол? Сұлулығымен ба? Жоқ, ол жақсы болғанда үшін қуанып жатсың. Солай ма жоқ па? Аллаға, пайғамбарына иман келтіріп, жақсы амал қылғандығы үшін қуанып жатсың. Сол сені қуандырады. Балдарыңды қарасаң, сен жоқсың үйде. Сағат 8-де шығып кетесің, түнде сағат 7-де келесің. Түнде келіп, жарты сағат, бір сағат тамақ ішіп, жатып ұйықтайсың. Солай ма? Кім болып жатыр ана бала шағамен? Кім болып жатыр? Сол ана болып жатыр. Сол ана үйретеді саған. Балам, оған үйретеді. Сен қазір мектепке барасың, мынандай жолықсаң, мынандай істе, келгенден кейін мынандай істе, әкең келсе мынандай деп айт, мынандай істе. Еш бір әйел бір үйретсе саған, балам, егер әкең келсе, ең бірінші ол келгенде шөлдеп келеді. Жақсы бір мұздай суды стаканға салып, әкем мына судан ішіп алыңыз деп үйретсе қара. Ал отырсам саған мұздай суды алып келді. Балам, кім үйретті саған десе, анам айтқаны десе, басың енді аспанға жетеді ғой, солай ма? Мына біздің әйел дейсің да сондай, солай ма жоқ па? О, бұл құрғыр өзі болмайтын адам өзі. Қазір келеді бұл деп күтіп тұрса сен. Келіп су сұрайды тағы бол деп тұрған әйел, Алла сақтасын одан. Дүниеңді де ақыретіңді құртады бұл әйел сосын. Сен не үшін алдың оны? Сұлулығын алдың да оны. Сұлулығы не? Таш қылып киіп жатсың ба оны? Жоқ, басынан су айландырып ішесің ба оны? Не істейсің оны? Өткізсең өзің өтіп алмаса ол сұлулығы. Не істедің соны? Көпе кетпейді ол жерде. Ол сұлулығы өзіне. Саған ешқандай тұрған пайдасы жоқ. Демек, Наби саллаллаху алейхи ва саллам өсиетіне бекер кетіп отырған жоқ. Фазфар бидати дин тарибат ядак деп жатыр Наби саллаллаху алейхи ва саллам. Солай ма? Абул Асвад ад-Дуали айтады. Өзінің балдарына айтады. Мен сендерге кіші уақыттарында да, үлкен уақыттарында да, туылуларынан бұрын да сендерге жақсылық қылғанмын дейді. Сөйтсе балдары, бізге туылудан бұрын қалай жақсылық қылдыңыз десе, сендер ол себепті айыпталмайтын ана тауып таптым сендерге дейді. Ол себепті айыпталмайтын ана таптым сендерге деп жатыр. Бұл үлкен нәрсе бұл. Солай ма? Бұл тек қана әйел еркектер емес, және бір рет қайтарамыз. Әйелдерді тур солай. Олар іздемесін, бірақ таңдасын олар. Таңдап, тазысына ұшырамай. Таңдап отыра бермесін. Бірақ таңдасын да шариғатқа сай келсе, үйленсін, соған күйеуге шықсын. Наби саллаллаху алейхи ва саллам еркекке мынандай деп айтқан болса, дұрыс дініндегін ізде. Тур сол сияқты әйелге және әйелдің үстінен қарайтындарға егер сендерге діні және мінезі жағатын біреу келсе, оған үйлендіріңдер деп. Егер солай істемесеңдер, жерде үлкен фасад болады деп. Демек, адамға мәулиясын сұрап, қызы, әпшесі, қарындасы, сол кейбір уақыттарда анасы, біреулердің анасын сұрайды, әкесі жоқ. Ол жақсы бір адам, анасы жас болса, оны күйеуге берген, қандай жақсы нәрсе ол. Анасына қызмет ол да жақсы. Жазахуллаху хайран, қандай бір жақсы бала ол. Перзент анасын бір қайғырып, соған бір жақсы күйеу тауып оны күйеуге берсе, оның діні және мінезі сендерді разы қылатын, сендерді қуандыратын біреу келсе, соған үйлендіріңдер. Оның банкындағы шоты, неше кілті бар екені, үйі неше этаж екені, қандай елде, қандай рудан, қандай үйден, аталары кімдер олардың,
Олардың бәрін іздеудің не керегі бар? Бағана айтқанда Ибрахим алейхиссалату вассаламның әкесі кім еді? Ол кісі солай ма жоқ па? Негіз өзі дұрыс болса, өзі сені разы қылатын болса, соған қызыңды бер, әпшеңді бер, қарындасыңды бер соған. Егер сол қол астында болса, бұл біріншіден туылудан бұрын